Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Сарыева Анаргүл Төлкеновна. Мен Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға математика пәнінен 5-ші сыныпта жай бөлшектерді қосу тақырыбында өткізген сабағымды ұсынамын. Балалар, өткен сабақта қандай тақырыппен таныстырдық? Жай бөлшектерді қосу тақырыбын өттік. Өткен сабақта біз жай бөлшектерді қосу тақырыбын өткенбіз. Бүгін де осы тақырып бойынша жұмыс жасаймыз. Ең алдымен сабағымыздың мақсатын бірлесіп қойып аламыз. Қалай ойлайсыздар? Егер де біз бүгін сабақта жай бөлшектерді қосуды тағы да өту қайталап шығу керек болса, не істеуіміз керек? Қандай мақсат қоя аламыз алдымызға? Біз ережесін қайталап, соған байланысты есептер шығарамыз. Жай бөлшектерді қосу ережесін білуіміз керек. Қандай жай бөлшектерді қосу ережесін білуіміз керек? Нақтылап алайық. Қандай? Бөлімдері бірдей бөлшекті қосу. Және бөлімдері әртүрлі бөлшекті. Өте жақсы. Ондай болса мен жазып қоямын алайық. Бөлімдері бірдей, нақтылап алайық, иә? Бөлімдері бірдей, және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу ережесін білу. Тағы да не істеуіміз керек? Ережесін білеміз. Енді не істеуіміз керек? Ережесін білеміз. Енді жай бөлшектерге қатысты есептерді шығару. Енді осы ережені пайдаланып бөлшектерді қосу. Яғни бөлімдері бірдей, айта отырыңдар балалар. Және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу. не істеу? Қосушыларға қатысты бөлшектері әртүрлі сақтап есеп шығару. Қосуды не істеу қалды? Қосуды орындау, иә? Орындау. Өте жақсы. Аукцион деген не екенін білесіздер ма? Кім біледі? Не ол аукцион деген? Кім өз сөзімен айта алады, түсіндіріп бере алады аукцион деген? Алиша, не ол? Аукцион деген сол интернетке бір нәрсені, интернетке бір затты шығарып, сол аукционда ақшаға сатады. Кім ең көп ақшаны береді, соны алады. Затты сатады, иә? Кез келген затты. Дұрыс айтасың бала. Яғни аукцион деген кез келген бір затты аукционға қойып, соны сатуға болады. Және ең көп, Алиша, дұрыс айтасың, ең көп ақша берген адам сол затқа ие болады. Сол затты балалар лот деп атайды екен. Лот. Бүгін де біз сол аукционды, кішігірім аукционды ойнатып көреміз. Лотқа біз мына кітапты қоямыз. Бұл 5-ші сыныпқа арналған 4000 есептер. Яғни, қазір ең көп ескертуші тақырыпқа қатысты және ең соңында кім аяқты, сол осы лотқа ие болады. Қазір біз бөлшек туралы не білетінімізді бәрімізге мүмкіндік берейік айтуға. Сондықтан әрқайсымыз бір-бірден есіңізге түсірейік. Бөлшекке қатысты не білеміз? Алиша. Егер бөлшектердің бөлімдері бірдей болса, ендеше олардың алымдары қосылып, бөлімдері... Яғни біз бөлшектерді қоса аламыз. Бір-бір сөзден
Кезгелген. Тағы бөлшекке қатысты қандай сөз айта аласыз? Және бөлшектер бөлшек Бір сөз жеткілікті ал. ол алым мен бөлімнен тұрады. Дұрыс айтасыз. Бөлшектің алымы, бөлшектің бөлімі болады. Бөлшектер дұрыс және бұрыс бола алады. Өте жақсы. Бөлшектер дұрыс және бұрыс. Бөлшектер арқылы біз есеп шығарамыз. Тағы да? Бөлшектерді салыстыруға болады. Тағы да? Және дұрыс бөлшектің бөлімі алымнан артық болады. Бөлшектер бұрыс болса, оларды аралас санға айналдырып, дұрыс бөлшекке айналдырады. Бұрыс бөлшек ол алым бөлінген көп бөлшек. Тағы да не білеміз бөлшектер? Бөлшектерге қатысты амалдарды қолдануға болады. Амалдар және бөлімдері әртүрлі сандарды қосу үшін оларды ең орта есепке келтіреміз. Тағы не білеміз? Бөлшектерді бір-біріне қосып азайтса да олардың бөлімдері өзгермейді. Тағы не білеміз? Қандай сөздер бөлшекке қатысты айта аламыз? Бөлшектерді теңдеу арқылы шешуге болады. Және бөлшектерді қысқартуға болады. Жақсы, қысқарту. Тағы да? Және бөлшектерді мысалы бұрыс бөлшек көрсеткіштерге жүктеуге болады. Және бөлшектердің ортасындағы ортасындағы сызықша бөлшек таңбасын береді. Яғни бөлшек сызығы болады. Ол бөлім таңбасын білдіреді. Тағы да? Және бөлшектер алынған бөлімдері бірдей болса, ол бір бүтінге тең болады. Тағы да не айта аламыз? Және бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруге де болады. Айтты. Бөлшектің алым үстінде бөлімі арасында жазылады. Сонымен ең соңғы кім болды? Айтқан Амира. Бүгінгі лотқа Амира ие болды. Бұл сабағымның мақсаты жай бөлшектерді жайлы білімдерін жүйелеу, бөлімдері бірдей және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосуды қайталау, оқушылардың есептеу дағдыларын, зейінін, белсенділіктерін арттыру және жауапкершілікке, өз бетінше еңбектенуге тәрбиелеу. Осы сабақтан соң күтетін нәтижем оқушыларым бөлімдері бірдей және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу ережесін біледі деп күтемін. Бөлімдері бірдей және бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосуды орындай алады деген нәтижені күтемін. Сабағымның алғашқы кезеңінде, ұйымдастыру кезеңінде алдымен жай бөлшектерді қосу бойынша өтетін сабақтың мазмұнын айқындау үшін оқушылардан өткен сабақтың тақырыбын еске түсіруді ұсынамын. Оқушылар тақырыпты айтқан соң оларға сабақтың мақсатын қоюды ұсындым. Оқушылар қойған мақсатын тақтаға жазылды. Бұл жердегі мақсатым келесі кезеңде сабақтың білім өзектілігін айқындап алу, өткенді қайталап өту. Яғни балаларды сабақтағы оқу әрекеттеріне мотивациялау болды. Бөлшек туралы білімдерін еске түсіруді көздедім. Мұнда мен аукционға кітап қойып, бөлшек туралы білгендерін еске түсіруді ұсындым. Ең соңғы айтқан оқушы лотқа қойылған кітап сыйға алды. Қазір сіздердің назарларыңызға бейне материалды ұсынамын.
тексеріңдер. Қайтармай тұратыңдар әлі. Бағалауды тақтадан көре аласыңдар. Қазір сендер тақтадағы жауаптарын салыстырып, жұптастарыңа баға беру керексіңдер. Егерде 5-еуге дұрыс болса 5 балл, 4-еу дұрыс болса 4 балл, 3-еу дұрыс болса 3 балл. Бағасына табаландырып. Ал енді парақтарыңды қайтарыңдар. 5 балл алған балалар қол көтеріңдер. Өте жақсы, тамаша. 4 балл алған балалар қол көтеріңдер. Жақсы, өте жақсы. 3 балл алған балалар. Келесі кезекте оқушылар бөлшек туралы білімдерін еске түсірген соң, әр оқушының бөлшек туралы білімдерін тест орындау арқылы бекітілді. Мұндағы мақсатым оқушылардың дұрыс, бұрыс бөлшектер, аралас сандар, бөлшектерді қысқарту, ең кіші ортақ бөлімге келтіру туралы білімдерін бекіту болды. Оқушылар тестті орындап болған соң, тексеру парағы арқылы жауаптарын салыстырып, өзара жұптасып бағалады. Бағалау жүргізгеннен кейін жұмысқа қорытынды жүргізілді. Осы кезеңді видео бейнелеу арқылы көре аласыздар. Енді бала бөлімдері бірдей бөлшекке қатысты ережемен еске түсірейік. Бөлімдері бірдей бөлшекті қалай қосу керек? Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу үшін алымдарын қосып алып, бөлімдерін сол күйінде қалдырамыз. Өте жақсы. Олай болса, дәптерге жазамыз бала. Номер 1. Алдарында тапсырма. Берілген тапсырманы бөлімдері бірдей бөлшектерді қосуды орындайды. Жұптарыңды өзгертіңдер. Бағана жұптарыңды өзгертіңдер. Өзгертіп тексеріңдер. Сен бейжаны жұптарыңды өзгертіп тексеріңдер. Енді балалар тақтадағы эталонмен тексеріп, одан кейін ғана баға қоясыңдар. Біріншісін тексереміз балалар. Екіншісін. Үшіншісін. Жансая, тақтадағы эталонмен тексереміз.
Нені ескеруіміз керек еді мұнда балалар? Нені ескеруіміз керек еді? Қысқартылды ескертуіміз керек. Бағалауды да тақтадан көре аласыңдар. 9-8 тапсырма, дұрыс орындалған тапсырма үшін 5 балл. 6-7 дұрыс орындалған тапсырма үшін 4 балл. Және 5 тапсырма дұрыс орындалса, тек қана 5 тапсырма, онда 3 балл. Қоя аласыңдар. 5 балл алған бала қол көтеріңдер. Жарайсыңдар, міне көріп алыңдар, жарайсыңдар. 4 балл алған бала қол көтеріңдер. Жансая естіп тұрмыз? 4 балл алған бала қол көтеріңдер. Енді 3 балл алған бала қол көтеріңдер. Сабақтың келесі кезеңінде тапсырманы әр оқушы өздігінен орындап, тақырып бекітіледі. Ол үшін алдымен бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу ережесі еске түсіріледі. Ережені еске түсіргеннен кейін оны практика жүзінде бекіту көзделеді. Оқушылар мұнда да тексеру парағы арқылы жауаптарын салыстырып, осы жолы басқа оқушымен жұптасып, жұмыстарымен алмасып, бағалайды. Мұнда да жұмыстарына қорытынды жүргізіледі. Мұндағы негізгі мақсатым бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосуды орындауға, өздігінен орындауға жаттықтыру. Және өзара тексеру мен өзара баға беруге дағдыландыру. Қазір сіздердің назарларыңызға осы кезеңнің видео материалын ұсынамын. Балалар, ал енді бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қалай қосу керек еске түсірейік. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу үшін олардың бөлімдерін ортақ бөлімге келтіріп алып, ең кіші ортақ бөлімге келтіріп алып, алымдарын қосып, бөлімдерін қалдырмақ керек. Олай болса, қазір оны іс жүзінде орындаймыз. Енді өздерін тексеріп, эталон бойынша өздерін бағалайсың. Қалам. Қанша орындадыңдар? Қаламды қойыңдар. Тексереміз тақтадан. Бәріміз басты көтереміз. Тексереміз. Жеті, 8 тапсырма дұрыс орындалған балалар қол көтеріңдер. Мен соны сұрақтым балалар. 7-8 тапсырма орындағандар қол көтеріңдер. Анеля, өте жақсы. Анеля, Айгерім, Айнұр, Жансая. Түгел 7-8 тапсырма дұрыс, иә? Жақсы, өте жақсы. Ал енді 5-6 тапсырма дұрыс болды қол көтеріңдер. Өте жақсы. Заңғар, Алишер, Камила, Амина, Нұрсат, өте жақсы. Ал енді 1-4, бірінші, екінші, үшінші, төртінші тапсырма дұрыс болған балалар қол көтеріңдер. Яғни сендерге әлі де бұны қайталау керек. Енді өздеріңді бағалаңдар. 7-8 дұрыс болғандар 5, 5-6 тапсырма дұрыс болғандар 4, және 4 ол 3. 4-тен төмен
Келесі орындалатын жұмыс бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу. Алдымен ереже еске түсіріледі. Содан соң практика жүзінде бекіту жүргізіледі. Оқушылар тексеру парағы арқылы жауаптарын салыстырып, өзін-өзі бағалайды. Осы жолы өзін-өзі бағалау жүреді. Мұнда да жұмысқа қорытынды жүргізіледі. Мұнда оқушылардың бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу үшін оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіруді пайдаланып, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосып, үйренуге жаттықтыру. Осы жұмыс арқылы өзін-өзі тексеру мен өзін-өзі бағалауға дағдыландыру көзделеді. Сабақтың осы кезеңін видео материал арқылы көре аласыздар. Ал енді топтасып жұмыс жасаймыз. Қазір төрт топ құрамыз. Жансая, Алишер, Нұрай, сендер басқа топтарға алыңдар. Таратамыз. Сендер қолдарыңа қарындаш алып, сол кестедегі бос орындарды мына топқа арнап 5 нүктені белгілейді. Әрқайсысына бір тапсырма. Сендер 4 нүктені белгілейсіңдер мына топтарына. Сендер де 5 нүкте белгілейсіңдер, сендер де 5 нүкте белгілейсіңдер. Яғни сол қарсылас топқа арнап нүктелерді қойып шығасыңдар. Одан кейін қарсылас топқа сол тапсырманы беріп, қарсылас топ сендер қойған нүктенің орнына жауабын жазып келеді. Яғни бұл бөлшектерді қосуға байланысты тапсырма. Түсінікті ғой? Қайсебендер? Әрқайсысы бір нүкте қойып шығасыңдар. Әрқайсысы бір нүкте. Ал енді балалар, нүктеден кейін қойған енді ауыстырамыз. Так, үштері болған жүрсіңдер. Енді әрқайсысы бір тапсырманы орындайсыңдар. Кез келген нүктені таңдап орындайсыңдар. Әрқайсысы бір тапсырманы орындайсыңдар. Жауабын кестеге жазу керекпіз балалар. Кімнің кезегі келді? Кімнің кезегі келді? Жауап. Тезірек барам. Кезге келген таңдады, соның жауабын жаз. Дұрыс жауаптарды қоршаңдар. Кім болды? Жансая, сендердің топтарында неше дұрыс жауап болды? 3 дұрыс жауап. Кім қателесті? Кімдікі қате болып шықты? Және анеде. Яғни әлде сендер жұмыс жасап білесіңдер. Сендердің топтарында неше дұрыс жауап болды? 2 дұрыс. Кімдікі білесіңдер? Қысқарып қалғансыңдар. Қысқартуды ескермегенсіңдер. Қателіктеріңді түсіндіңдер. Сондықтан тағы да
Ya. Mınау. Mınау. Dürüs. Tak. Mınау. Dürüs. Koşa. Dürüs. Mınау koşa. Tak. Bu topta 4-ге dürüs. 1 ғана қателескен. Кім қателескен? Әділ қателестің. Яғни қысқартпағансың, иә? Сендердің топтарында 4-ге де дұрыс. Өте жақсы. Қол шапалақ балар бірінші топқа. Өте жақсы. Бәрі дұрыс. Енді кім 1 теңгеуді шығарып үлгерді? Қол көтерген. Тексерейік балар. Қанша теңге орындап шықтыңдар? 1 ғана, иә? Жақсы. 3, иә? Бірінші теңгеудің жауабын салыстырайық балар. Камила. 14-тен 15 бөлік. Сенде? 14-тен 5. Сенде? 14-тен 5. Жақсы. Екінші теңгеудің бірі. Екінші теңгеудің бірі. 39-дан 2. Сенде? 39-дан 2. Өте жақсы. Үшінші теңгеудің бірі. 35-тен 33. Тағы да кім шығарылды үшіншіні? Сенде? 35-тен 33. Өте жақсы. Сабақтың келесі кезеңінде топтық жұмыс ұйымдастырылды. Мұндағы мақсатым оқушылардың белсенділіктерін арттырып, ынталарын жоғарылату, ойнай отырып ойланту. Оқушылар 4 топқа 5 баладан топтастырылды. Әр топқа кестелер таратылды. Кестені алған топтың мүшелерінің әрқайсысы кестенің бір қатарына белгі, нүкте қояды да, кестені қарсылас топқа тапсырады. Белгі соғылған кестені алған топ мүшелері сол белгі тұсындағы жай бөлшектерді қосып, нәтижесін кестеге толтырады. Кестедегі қосындының дұрыс табылғанын алғашқы болған топ тексеру парағына қарап тексереді. Қайсы дұрыс тапса, сол топ жеңімпаз атанады. Мұнда бір ескеретін жағдай. Топтағы 5 оқушы кезектесіп, есептеу жүргізіп жатқанда, басқа оқушы оны күтіп отырып қалмау үшін, алдын ала тақтаға қосымша тапсырма, ал осы сабақта теңдеулер жазып қойдым. Кезек келгенше бос отырған оқушы теңдеуді шешіп отырады. Топтық жұмысты бейнематериал арқылы көре аласыздар. Көңіл күйімнің шыршасына назар аударыңдар балалар. Алдарында тұрған шыршаға әрқайсысы өздеріңнің смайликтеріңді орналастырасыңдар. Бірақ бұл смайликтерде балалар, смайликтердің ауызы жоқ. Сендер әрқайсысын, егер сабақта өте жақсы жұмыс жасадың десеңдер, мынандай аузын түсіретін саласыңдар. Егер сабақта жақсы жұмыс жасадың десеңдер, мынандай аузын саласыңдар. Егер сабақта қиналдың, әлі де түсінбеген жерлерің бар десеңдер, онда үшінші смайликтің аузын саласыңдар. Әрқайсысын қазір қолдарына қарындаш алыңдар, алған смайликтеріне аузын салыңдар. Аттарыңды жазып қойыңдар балалар. Кімді қандай екенін білемін. Келіңдер, біліңдер балалар. Біздің бөлшекте әрқайсына бөлінген кеткен. Жарайды, жақсы.
сабақта жақсы жұмыс жасадым деген смайликтерді көріп тұрмын. Я жұмыс жақсы жасадым. Ал мен әлі де қиналамын, түсінбеймін деген смайлик жоқ болғаны қуантады. Жұмыстарыңа рахмет, сабақ аяқталды. Сабақтың соңғы кезеңінде сабақ қорытылып, қойған мақсатқа жеткендері, немесе жетпегендері, неліктен екені айтылады. Содан соң сабақ үстіндегі оқу әрекетіне рефлексия жүргізіледі. Мұндағы мақсатым әр оқушы сабақтағы өз жұмысына баға беруге дағдыландыру әр оқушыны. Көңіл күйімнің шыршасы арқылы әр оқушы шарик смайликтің аузын салып, тақтаға, шыршаға іліп қояды. Рефлексия кезеңін видео материал арқылы көре аласыздар. Сабақ осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.